Сәлем достар. Бүгін мен сендерге алма ертегісін айтып беремін. Қоңыр күз мезгілінде ағашта бір тал алма қалыпты. Оны орманда келе жатқан қоян көріп қалады. Оны аламағандықтан қарғаға айтады. Қарға, маған алманы үзіп алып берші дейді. Қарға оны үзіп алған кезде аузынан байқамай түсіп кетеді. Қоян оны рахмет саған қарға дейді. Қоян оны алайын деген кезде ол алмай өзімен өзі жүріп келе жатады. Қоян қараған кезде бұл қалай болғаны дейді. Сөйтсе алма кірпінің үстіне түсіпті. Қоян, кірпі, тоқта, бұл менің алмам дейді. Кірпі айтады, жоқ, бұл менің алмам дейді. Екеуі бір алмаға таласып жатқан кезде қастарына қарға келеді. Қақ, неғып таласып жатсыңдар, бұл менің алмам ғой, оны мен өзіме аламын деп үзіп алғанмын, ол байқамай менен түсіп кетті дейді. Сол үшеуі таласып жатқан кезде алмаға қастарына аю келеді. Аю айтады, неғып таласып жатсыңдар, мазамды алдыңдар ғой дейді. Олар аюдың қасына жақындап, аю, сен осы яқтағы ең ақылды аңсың. Сол үшін мына алманың кімдікі екенін айтшы дейді да, мән-жайды айтып береді. Аю сұрайды, бұл алманы ең бірінші көрген кім дейді. Қоян айтады, мен. Бұны үзіп алған кім дейді. Мен. Қарқ дейді қарға. Бұл кімге түсті дейді. Маған түсті дейді кірпі. Онда бұған үшеулерінің де еңбектерің. Сол үшін алманы бөліп жеңдер дейді. Оларға үшеуі оған келіседі де кірпі алманың бірінші бөлігін қоянға береді. Мынау саған қоян, өйткені сен алманы бірінші көрдің ғой дейді. Екінші бөлігін қарғаға береді. Мынау саған қарға, өйткені сен оны үзіп алдың ғой. Мынау маған дейді кірпі өзіне беріп, өйткені ол маған түсті дейді. Төртінші бөлігін аюға береді. Мынау саған аю, өйткені бұл неғып маған дейді таңғалып аю. Кірпі айтады, өйткені сен бізге ақыл айттың, сол үшін саған береміз дейді. Сол үшеуі алмаға таласпай алманы жейді. Достар, балалар, сендерге егер осы ертегі ұнады ма? Жақсы, онда маған лайк басыңдар, сау болыңдар.